яғни все с основное не постоянно дегенде ол кітапта түсіндіреді, кез келген нәрсе жалғыз өзінен өзі пайда болмайды, оның пайда болуына бір басқа заттар ықпал етеді, және ол басқа заттар пайда болуына тағы да басқа заттар ықпал етеді. Сөйтіп келгенде бүкіл әлемдегі заттардың барлығы өзара байланысты. Келесі, все эмоции страдания деген кезде, тіпті біз бақытты болған кезде де ол, яғни біз үшін жаман, қайғы, мұң, кез келген эмоция біз сезетін кез келген эмоция біз үшін жаман, өйткені ол эмоция біткеннен кейін біз не сол эмоциядан арылғанымызға қуанамыз, ал қуану ол да эмоция, немесе сол эмоцияны аңсаймыз, ол да эмоция. Яғни эмоция деген осы қазіргі бар нәрселерге көбінесе байланысты бізді байлап тастайды. Жақсы бір оқиға болса оған қатты қуанамыз, жақсы бір қайғы болса оған қатты мұңаямыз. Сондықтан ондай эмоция қатты берілсек, біз шынымен де осы 3 сұраққа жауапты таба алмай, жай ғана өмірдегі материалды заттарға, материалды құндылықтарға беріліп кетеміз дейді. Үшінші, ол все вещи не имеют независимого бытия. Жаңағы біріншімен байланысты, все составное не постоянно деген. Яғни бәрі өзара байланысты болғандықтан, ешқандай зат жалғыз өзі